Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Бүгін сендермен біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Және бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы көмекші робот сабағы. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау, кесте толтыру және болжау. Екінші, көптік, тәуелдік, септік, жіктік, жалғаулы сөздерді ауызша жазбаша тілде қолдану. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты осы екен. Және бүгінгі сабағымыздың өзі, бүгінгі осы көмекші робот сабағымыздың мазмұны роботтар туралы мәлімет білеміз, кесте толтырамыз, жіктік, жалғаулы сөздерді ауызша жазбаша тілде қолданамыз және өз ойымызды толық дәлелдей алуға әрекет жасаймыз. Түсіндік қой, ал енді біз сендермен сабағымызда бүгінгі көмекші робот сабағын бастамас бұрын біздер өткен сабаққа не жасаймыз? Ой қозғау жасаймыз. Солай ма? Өткен сабағымызға көңіл аударайық, өйткені үй тапсырмасын біліп алайық. Және бұл өткен сабақта қандай сабақ өтті? Кім айтады? Шегіртке мен құмырсқа мысал өлеңді өткен болатынбыз, Енді осы шегіртке құмырсқа мысал өлеңді оқып келді. Енді осы бойынша сіздерге бірнеше сұрақ қоямын. Осы сұрақтарға жауап аламын деген ойдамын. Кәне, құмырсқа қандай еді? Кім еді? Еңбекқор. Бақытты дейді, мақұл, еңбекқор, бақытты. Және шыдамды отырабай. Ал мейірімді, көрдіңдер ма? Сабырлы дейді. Сонда құмырсқаның бойында тамаша қасиеттер бар екен. Ал енді шегіртке қандай? Еріншек, жалқау. Дұрыс айтады, орнынан тұрабай. Мақтаншақ. Және тағы бар ма қосарларын? Сонда екеуін салыстырамыз, шегіртке мен құмырсқаны салыстырамыз. Сонда құмырсқамыз еңбекқор, шыдамды, ал сабырлы, ал шегірткеміз мақтаншақ, еріншек, жалқау екен. Көрдіңіз, салыстырдық. Және шегіртке жазда не істеді? Осы енді осыларды дәлелдеу үшін не істейміз кән? Бейбейлеп ән айтып жүрді. Сауық сайран ұрды дейді. Ал қысқа дайындалды ма? Шегіртке қысқа дайындалмады ғой, Ол ән айтып, бейбейлеп сауық сайран ұрып жүрді, Ал енді құмырсқа не істеді? Кәнді ақым айтады, құмырсқа. Құмырсқа қысты ойлап, тамақ тапты. Тамақ іздеді. Тамақ іздеді. Үй жасады. Үйіне еңбек етті, қысты қамын ойлап қысқа дайындалды. Сонда қазір біз қарап отырсақ, үй тапсырмасы берілсе, құмырсқа қандай, шегіртке қандай деген сұрақтарға астында шегіртке жазда не істеді, құмырсқа не істеді деген сұрақтар арқылы біздер оны не істеді? Дәлелдеп шықтық. Сонда еріншектік ұзаққа алып бармайды екен адам баласын, Сонда еңбекқор, шыдамды болатын болсақ, кез келген қиындықтан біз шыға алады екенбіз. Солай ма, Міне, үй тапсырмасы ой қозғауды өткізді. Бұл жерде енді сіздерге бір нәрсе айтайын. Бұл бүгінгі үй тапсырмамызды біздер пысықтап алдық. Солай ма? Енді үй тапсырмамызды пысықтап алатын болсақ, бұл жерде енді ал балалар, үй тапсырмасын қайталады, есімізге түсірді. Ал енді екі топ бір-бірімізді не істейміз? Бағалайық. Кәні бірінші топ, екінші топ не істейміз? Бағалаймыз, Кәні ой, керемет, Міне екінші топ, бірінші топқа қошемет көрсетеміз, Кәні. Міне екі топта балалардың барлығында үй тапсырмасына керемет тамаша дайындалып келген екен. Міне, енді үй тапсырмасын пысықтап қайталады, бір-бірімізді бағалады. Енді біздер жаңа сабаққа көшеміз. Бүгін сендермен, және мен айттым қазір ғана робот туралы мәлімет көмекші робот деп жатырмыз, Міне, бәрімізді интербелсенді тақтаға көңіл аударамыз. Мына жерде не көріп тұрсыздар суреттерден? Роботтар көріп тұрсыздар, әртүрлі роботтар көріп тұрсыздар. Сонда робот дегеніміз не дейді? Робот дегеніміз әртүрлі
машина. Ол адам қажетті еңбек ететін күрделі құрылғы дейді. Қарасыздар ма? Ол біздің оқулықтарда солай берілген. Оқулықты аштыңдар ма? Міне 66-шы бетті ашсаңдар, сол жерде роботтың суреттерін көрсеткен. Міне роботтың төрт түрін көрсеткен. Бұл адам әртүрлі әрекет жасайтын машина деп отырғаны, бұны роботта кім құрастырады екен? Адам құрастырады екен. Адам өзінің қажеттілігіне қарай осы машиналарды жасап шығарған. Мәселен, сен кез келген машинаға, автомобильге отыратын болсаң, ол айдалсаң жүреді ғой, сол машина ғой. Сол сияқты роботта адамның тыс әрекеттен тыс іс-әрекет жасай алмайды. Адамның айтқанын жасайтын машина екен, құрылғы дейміз. Және енді осы жерде робот туралы бейнероликке назар аударамыз. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың бастамасы бұрын мына суреттерге қарайық. Суретте не бейнеленген? Роботтар бейнеленген, роботтар бейнеленген. Роботтар бейнеленген екен. Енді сіздер білдіңіздер ме? Роботтар адамдардың жасайтын дүниелерін бұлжытпай орындай алады. Көрдіңіз ме? Знали ли вы, ребята, что роботы умеют делать все работы, которые делаем мы, то есть люди? Яғни олар үй жинай алады, тамақ пісіре алады екен, гүлге су құя алады екен, адамдарға көмектесе алады екен. Сондықтан бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көмекші болды. Бірінші тапсырма кітапқа қарасақ, бірінші тапсырмада не берілген екен? Суреттер берілген екен. Осы суреттерге не істейміз? Біздер диалог құрастырамыз. Жарай ма? Диалог құрастырып, осы бойынша тапсырма беремін. Жарай ма? Қане, бірінші топ сурет бойынша бірінші суретке, екінші топ екінші суретке не істейміз? Сөйлеп, диалог құрастырамыз. Кеше мен сендерге түсіндірдім ғой, диалог дегеніміз екі адамның бір-бірімен қарым-қатынасын не деп айтамыз? Диалог деп айтамыз. Солай ма? Екі адам бір-бірімен сөйлессе, ол диалог болып саналады. Сондықтан қазір осыған көңіл аударамыз. Орындаймыз осыны. Ал балалар қазіргі тапсырма бойынша сурет бойынша диалог құраймыз деді ме? Осы диалог бойынша қазір енді екі топ бір-бірінің құраған диалогтарын айтатын болады. Қазір бірінші топ дайын болдыңдар ма? Дайын болсаңдар қазір айта қойыңдар. Бірінші сурет бойынша қандай диалог құрдыңдар? Қазір айта қой, орындан тұрып. Senin adın kim? Benim adım Roba. Tanışkanlık konuştum. Allah'ın yerim ağam Samat. O senin ağan Samat ekan. Al. Bizim otağımızda hoş geldin. Roba aytib bizim otağımıza hoş geldin deydi. Jaraymi? Mana tamasha kerak bo'ldi. Endi o'tira qo'ygan. Mana birinchi suret bo'yicha ne qiladi? Dialog quradi ya. Senin atın kim deb жатыр? Misol, mening atim Roba deb жатыр. Buna mening ağam Samat deb жатыр. Samat aytib жатыр, "Hoş geldin bizim otağımıza" deb Robaga o'zining iltifatini bildirib жатыр. Al ikinci suret bo'yicha qani, ikinci suret bo'yicha, ikinci suretni ne ko'rib tursiz bu yerda? Roba'nın rahmetli transportlarında qani ikinci top Tanışık koyayım. Roba benim adım Samet. Salamatçısınız. Ben dedi Roba. Ben Aygül'ün anasının dedi Samet. Ben Aygül'ün anasının dediği oturabı. Mana yerda qaranglar. Mana yerda Robaga kelib, Savlening anasi kimga tanishdi? Aygül'ün anasiga tanishib жатыр. Solaymi? O'zining anasi ekanligini, және bu Aygül'ün anasi ekanligini Robaмен tanishdi. Mana bugungi birinchi suret bo'yicha dialogimiz mana o'zi iki adamning bir-biriga qarым-қатынасын ne deb aytadi ekanmiz? Dialog deb aytadi ekanmiz. Endi o'zidan mana yerga qarangizlar, mana qaytadan bo'lsak, mana birinchi suretda o'zi ko'rib yerdan, yana uchinchi suretni ko'riblar qo'y. Endi o'sha uchinchi suretda endi jalb o'shada ikki to'pdan o'say, uchinchi suretda Roba qanday? Roba qo'lda Roba Al. Kömekçilik al. Şebir. Şapşan. Kuşu köp diye kuşu deyimiz. Karada mana.
күшті шапшаң шебер. Сонда робот қандай екен? Күшті шапшаң шебер екен. Отыра қойман екен. Міне үшінші сұрақ бойынша, сурет бойынша біздің құраған диалогтарымыз осы екен. Ал енді ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Жиырмасы сынып жұмысы. Көмекші робот деп жазып қойдыңдар ғой, үй тапсырмасын. Бүгінгі сабақты жазып қой, бүгінгі сабақты жазып. Енді мына тақтадағы нені көрдіңдер ғой? Сөздерді. Осы жерде осы бойынша жұмыс жасаймыз. Енді екінші сұрақты бұл жерде бар. Осы жерде екінші тапсырманы орындаймыз. Қараймыз, осы тапсырманы орындаймыз. Робот ағаштан бұйым жасай алады. Демек ол қандай? Шебер. Ал енді екінші сөйлемді кім оқиды? Тағы, кім оқиды? Ол күшті. Күшті. Көрді ме? Кірек сөздерді. Тоңазғышты көтере алады. Демек ол күшті екен. Кәні, оқып қой. Робот тамақ пісіре алады. Демек ол шебер екен, е? Өнеге. Робот футбол ойна алады. Демек ол шапшаң. Демек ол шапшаң. Көрдіңдер ме? Міне, қазіргі екінші тапсырмамыз тірек сөздерді орнына қойып, осыны жазамыз. Жарай ма? Роботтың шапшаң екендігін, шебер екендігін, күшті екендігін біздер не істеп жатырмыз? Дәлелдеп жатырмыз. Және екінші тапсырманы орындап болсақ, енді интербелсиялық тақтаға көңіл аударамыз. Интербелсиялық тақтада топтық жұмыс берілген. Қазір мен екі топқа тапсырма беремін. Сол тапсырманы тез ғана орындап шығамыз. Жарай ма? Екі топ бірлесіп отырып, мына жерде қандай сөздер бар екен, бірлесіп отырып, осы жерде не істейміз? Осыларды белгілейміз. Енді мына жерде ортаға қойыңдар. Ортаға қойып, осы жерде не берілген? Кестедегі жалғауларды ережеге сәйкестендіру керек. Сәйкес келген сөзді не қоямыз? Қосу белгісін қойып жазамыз. Кәні осыны жазамыз. Кәні жақындаймыз да, осыны орындаймыз. Кәні жақындаймыз бар. Жақындап орындаймыз. Қай жерге дұрыс ойлады, соған белгі қоямыз. Осы белгісін қоямыз сол жерге. Топтық тапсырманы орындап болса, кәні екі топ бір-бірімізге жауап берейді. Кәні мына топта бірінші топта кім жауап береді? Кәні жауап бере қой. Қолыңа бар, ені ал. Сәйкестендіріледі қой қазір ғана. Енді. Ақылдымын. Көңілсізбін. Жомартпын. Үмітпін. Алмаспын дейді, дұрыс екен, е? Ал екінші топ кәні? Екінші топ тура солай жасатар ма? Қазір кім жауап береді? Жауап бере қой. Кәні? Ақылдымын. Көңілсізбін. Жомартпын. Үмітпін. Алмаспын. Міне, екі топта бірде екеуінде не істепті? Бірде орындап шығыпты. Сөйтіп бір-бірімізге не істейміз? Қошемет көрсетеміз. Бір-бірімізді қошемет көрсетеміз. Ал балалар, енді мына жерде бізде табаныз әдісі бар. Табаныз әдісі бүгінгі өтіп жатқан сабағымыз робот болғандықтан, осы робот сөзін не істейміз? Жіктейміз. Қазір мен мына жерге табанның іздерін қоямын. Осы жерге әр топтан бір-бір оқушыдан шығып, не істейміз? Осы сөздерді жіктейміз. Жарай ма? Ал, қазір көреміз. Қай топтан шығады? Кім шығады? Тағы кім бар? Кел. Мен роботпын, сен роботсың, сіз роботсыз, ол робот. Міне керемет, тамаша. Отыра орнына. Міне, робот деген сөзді естедік, бірінші топ жіктерге. Ал, енді екінші топта кім шығады? Кел. Кім бар? Кел. Жасыр, кесейік. Кәні? Мен роботпын, сен роботсың, сіз роботсыз, ол робот. Ол робот. Міне көрдіңдер ме? Тағы кім келеді өзі? Келіп. Сабағымызды қорытындылай келе, кері байланыс жасайды. Кері байланыс жасап, бүгінгі сабағымызда кері байланыс дегеніміз, осы бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді, түсінгендеріңді, неге түсінбей қалдыңдар деген сияқты кері байланыс жасайды. Сендердің алдарында қазір 3 түрлі стикер жатыр. Қызыл стикер түсінген жоқпын деген мағынаны білдіреді. Сарымыз әлде
түсінікті қажет етеді дейді. Жасыл түсті көтеретін болсақ, барлығы түсінікті дегенді білдіреді. Қазір осы жерде стикерлер тұр, сол стикерлерді алып, бағын мына жерде жоғары көтерілді. Кәні түсіндір ме қалай болды? Бәрін алыңдар. Бәрін алыңдар. Алдыңдар ма? Бәріне жететінеді ғой, бәріне жететінеді ғой. Жасылды бәрі. Кәні, бүгінгі сабақ бізге қалай болды екен? Кәні, кім айтады? Кәні, кім жауап береді? Міне, бүгін міне жасыл түсті барлығын бірдей көтеріп жатырмыз. Бүгінгі сабағымыз бәрімізге түсінікті болған екен. Отыра қойыңдар. Міне тамаша келеді. Ал енді, және сендерге үй тапсырмасын беремін, отыра қойыңдар. Үй тапсырмасын беремін, үй тапсырмасы былай. Отыра қойыңдар, жазып алыңдар үй тапсырмасын. Үйге көмекші робот туралы шағын шығарма жазып береміз. Жарай ма? Үй тапсырмасына түсінікті ғой? Үй тапсырмасын. Көмекші бүгін робот туралы мәлімет алды. Осы бойынша үйге шағын шығарма жазып келеміз.